Құрметті оқушылар, біздің онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін қазақ әдебиетінен жаңа тақырыбымыз Жүніс Сахиевтің дабыл әңгімесі. Сонымен біз, құрметті оқушылар, өткен сабағымызда Жүніс Сахиевтің айдағы жасырынбақ әңгімесін өткен едік, есімізде бар шығар. Ал енді бүгінгі сабағымызда ол Жүніс Сахиевтің дабыл әңгімесін өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты тірек сөздер арқылы мазмұнымен танысу, екінші шығарма үзінділер арқылы мазмұнын айту. Сендердің үйренетіндерің төмендегідей: әңгіменің мазмұнын тірек сөздермен білесіңдер және үзінділер арқылы шығарма мазмұнын айта алатын боласыңдар. Енді сабағымызды бастамай тұрып, біз мына бір түсінік сөздермен таныс болайық. Жазба ескерткіштер дегеніміз не ол? Яғни жазба тіл қалыптасқанға дейінгі хатқа түскен, жазылған, басылған тарихи жазба мұралар. Былайша айтқанда, жазу пайда болғанға дейінгі тастардағы жазулар, қысқаша айтатын болсақ. Ал түркология дегеніміз не? Түркі халықтарының тарихы мен әдебиетін, тілі мен мәдениетін зерттейтін ғылымның атауын айтамыз. Ал расытхана дегеніміз обсерватория, яғни астрономиялық құбылыстарды бақылау мен зерттеуге арналған орын. Бұл сіздерге қысқаша бір түсінік. Ал енді бүгінгі сабағымыздағы тірек сөздермен таныс болыңыздар. Ғарыш, ғылым, ғалым, тастағы жазулар, күнгейліктер, қазақ алфавиті, тарих, ай планетасы, талас жазуы, әуе кемесі, таңба, ауыл, үңгір, қаратас, ирек таңбалар. Құрметті оқушылар, сіздер осы тірек сөздер арқылы шығарманың қалай өрбитінін білетін боласыздар. Ал енді прологпен таныс болыңыздар. Пролог ол өткен сабағымызда айттық, шығарманың басында кездеседі және шығарманың қалай өрбитінін, шығарманың тұтастай неден тұратынын түсіндіретін бастапқы бір бөлім. Ғарыштан келіп жер атмосферасына іліккен созылыңқы тамшы пішінді үлкен тас таң сәріде шырт ұйқыда жатқан ауыл үстінен ысқыра ағып өтіп, тау аңғарын жанай ұшып, жолындағыны күйдіріп, сыдырып барып, қара жерге жантая қадалады. Міне бұл шығарманың прологы басындағы. Ал енді құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз 3 бөлімнен тұрады, яғни 3 бөлікті ғана өтеміз. Туған жер, көне түркі жазулары, ғарыштан түскен ғажайып тас. Қазаққа белгілі түрколог, ғылым докторы жасаған, өзінің жазғы демалысын өткізу үшін ауылға келіп, бауырларымен Ақтауға серуенге шығады. Балалық шағын еске алып, тау бөктеріндегі табиғатқа тамсана қарап, терең ойға шомып келеді. Демалыс аймағына келіп, бауырларымен шай ішіп отырып, өзінің мамандығы туралы сөз қозғайды. Түркология ғылымының оңай еместігін, талаш жазуын зерттеп келе жатқандығын, жалпы түркі мәдениетіне ортақ мұралар тілінің қазақ тілінде қаншалықты сақталғандығын анықтайтындығы туралы және қазақ алфавитін шығаруды мақсат еткендігін айтып өтеді. Біраздан соң шай ішіп болғаннан кейін тау беткейінде орналасқан үңгірді көріп қайтпақшы болады. Барлығы үңгірге бет алып, жақын қалған кезде үңгірдің сол қапталынан үлкен қара тасты байқап қалады. Қара тас қандай да бір жалынның ыстығынан күйіп қарайған. Жердің тасына ұқсамайды. Бұл неғылған тас, қайдан келді деген ой бәрінің ойын шарпып өтеді. Кенет жасаған қолындағы фото бейнекамерасын алып, тасты бірнеше рет сылдыратып суретке түсіріп алады. Кенет жазудағы таңбаны байқайды. Ғажап, талаш жазуы. Тез-тез жасаған жазуды оқуға әрекет жасайды. Жазуды оқып болғаннан кейін қасындағы бауырларына аудармасын былай баяндайды. Жолымыздағы 9 ғаламшардан құралған осы бір жұлдыз жүйесіндегі көгілдір кезбешар назарымызды айрықша аударды. Оның өзіміз аялдаған жалғыз табиғи серігінен мұқият бақылау жүргізгенімізде тіршілік иелері, адамдармен қатар олардың тасқа ойып жазған жазуларында кездестірдік. Ол жазулар арқылы талас делінетін өзен бойын мекен еткен халықтың тарихын білдік. Енді біз тағы бір келгенімізше
олар жоғары мәдениет дәрежесіне жетеді. Сонда біз олармен осы тілде сөйлесетін боламыз. Ал оған дейін олар осы серікке ұшып келе қалса, бұл ескерткішімізді оқып, біздің осында келгенімізді біледі. Бұл тасты сол мақсатта қалдырып отырмыз. Күнгей ғаламшарының ғарышкерлері. Міне осыдан кейін жасаған шұғыл түрде Астанаға хабарласады. Мән жайды бастығына бейне телефон арқылы түсіндіреді. Бұл жаңалықты естіген бастығы жарты сағат көлемінде жүк тасымалдаушы әуе кемесін жіберетіндігін айтады. Содан шұғыл түрде бұл тасты зерттеуге көшеді. Жасағанның бауыры Төленнің ойында бұл қайдан келген тас деген сұрақ маза бермейді. Осы сәтте жасағанның өзі хабарласып, бұл тастың айдан келгендігін бұлай түсіндіріп айтады. Күнгей ғаламшарының тұрғындары ай бетіне орнатып кеткен бұл тастың жанына қиыр ғарыштан келген үлкен аспан тасы құлаған. Ол гүрс етіп ай топырағын опыра ойып жіберген кезде таңба жазуы бар тас қиыршық шаң тозаңмен бірге ғарышқа қарай серпілген. Содан ұшу жолы жерге келіп, құлаған тау аңғарына сай шыққан. Бұлай қарағанда, біреу әдейі бізге көріңдер, оқыңдар жазуды деп әкеліп қоя салғандай. Мұндай сәйкестік болады екен-ау. Ғажабақ, ал енді олардың жүзін көретін күн туар ма екен? Кім білсін, жұлдыз аралық сапар күнгейліктерге түктемес сияқты, бірде болмаса, бірде келер деп жасаған тұтқаны қоя салады. Құрметті оқушылар, бүгінше осы жеріне тоқталып, ары қарай келесі сабақта жалғастыратын боламыз. Енді осы Міне құрметті оқушылар, шығармадан енді қысқаша үзінділер келейік кітаптағы шығармалардан. Жасағанды бәрі құрметтейді. Төлен екеуі гүр деген дауысқа қарады. Жолда жасаған таудасқа қараумен болды. Және түркологияның оңай мамандық емес екені белгілі болды. Енді қорытынды ретінде сұрақтарға жауап беріп көрейік. Неге жасағанды бәрі құрметтейді? Төлен екеуі гүр деген дауысқа неліктен қарады екен? Неге жасаған тау-тасқа қараумен болды жолда? Неге түркология оңай мамандық емес? Осы сұрақтарға сіздер үй тапсырмасы ретінде жауап берулеріңіз керек. Дәптерге жазып, өз жауаптарыңызды немесе видеоға түсіру арқылы өзіңізді жібере аласыз. Кітаптағы әңгімені оқып, берілген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Үй тапсырмасы осы. Мен осымен сабақты аяқтаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.